Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің есімім Ерлан Тілегенұлы. Мен математика пәнінің мұғалімімін. Көп адамның көкейінде жүрген сұрақ бар. Математика өмірде не үшін қолданылады? Мысалы, тригонометрияны алып қарастыратын болсақ, басындағы 3 деген сөзі орысшадан да ағылшыннан да аударған кезде 3 деген мағынаны білдіреді. Демек, тригонометрия үшбұрыштарға қатысты ұғым. Тригонометрия ұғымын үшбұрыштар ұғымына байланысты деп айттық. Мысалы, Дубайдағы Бурж Халифа ғимараты осы дәл тікбұрышты үшбұрышқа негізделіп салынған. Жоғарыдан түскен күш өр қабырғасына және табанда бірдей түсіп, бұл ғимарат құламай өзін ұстап тұра алады. Ал егер дәл сол ғимаратты дәл осы сияқты төртбұрышқа негізделіп салатын болсақ, бүкіл күш фундаментке, яғни табанына түсіп, ғимараттың құлап қалу ықтималдылығы өте жоғары. Сондықтан үшбұрыш өмірімізде өте маңызды рөл атқарады. Әлемдік технологиялар қарыштап жылдам даму үстінде. Информатика жаңа технологиялар жинақтарын оқытады және ақпаратты сақтап, оны жіберу жолдарын түсіндіреді. Сол себепті де жаңа технологияларды білу және оны өмірімізде қолдану заман талабы. Күлімдеген күннің де, жымыңдаған жұлдыздың да бізге бар сырын ашып беретін және де табиғаттағы барлық құбылыстың қыр сырын түсіндіретін физика әлеміне қош келдіңіздер. Сіздерді физика, математика және информатика пән бірлестіктерінің айлығында сіздерді үлкен жаңалықтармен күтудеміз. Біздің айлығымызға қош келдіңіздер. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, сіздерді 18 қаңтар мен 18 ақпан аралығында өтетін математика, информатика, физика пәндер бірлестігінің айлығына шақырамын. Бұл айлықта неше түрлі сыныптан тыс сабақтар, жұмбақ сайыстар, ашық сабақтар өткізіледі. Сол себепті белсенді қатысуларыңызды сұраймыз. Ақпаратты қағазға шығарады, бұл құралды қалай деп аталады? Мәк жазылды. Ақпаратты қағазға шығару. Дұрыс қиын болып